аты жөнім Талғар Толқынұлы. Мен қазіргі таңда Қазақ концерт мемлекеттік концерттік ұйымында Қазақ мемлекеттік симфония оркестрінің виолончелисі болып жұмыс жасаймын. 8-ші класс оқып жүрген кезде конкурсқа қатыса бастадым. Оған дейін мен шыны керек қызығушылығым болмады. Болмағанда сол балалықпен ойнап жүрдім де, бару керек, оқу керек деген. Бірақ конкурсқа қатыса бастағанда менің біртүрлі дамуға, өзімнің аспабымды жақсырақ ойнауға деген бір талпыныс болды. Соның арқасында музыкаға көбірек қызыға бастадым. Көптеген композиторлардың музыкасын тыңдай бастадым. Бах, Чайковский, Сен-Санс деген сияқты. Олар мен бұрында да біліп жүрсем де, олардың өмірбаяны, басқа да шығармаларын тыңдамайтын. Себебі ол қызығушылық болмағандықтан сондай бір ізденіс болмайтын. Ал қазір сол 8-ші класс конкурсқа қатыса бастағаннан бастап солардың басқа да шығармаларын тыңдап, басқа да әдемі туындыларын сол тыңдап, өзіме ұнатып, өзімде ойнағым келіп, соның ақырын музыкаға, әсіресе сол өзімнің аспабыма, виолончельге деген қызығушылығым өте арта бастады. Көп іздене бастадым, дисктер сатып алып тыңдайтын, басқа да кітаптар оқитын. Сол кезде менің ойымша сол 8-ші класстан бастадым деп ойлаймын. Оған енді тағы бір үлкен себепкер болған менің осы виолончель аспабымның алғашқы мұғалімім Сәуле Омарова, сол Сәуле Кабылкариевна деп шақырамыз. Сол кісіге үлкен алғысымды білдіремін. Ол кісі енді ең осы аспапта ойнаудың негізін қалап кеткен мұғалімім ғой. Мен осы Қазақ ұлттық университетіне қарасты мектеп пен колледжді бітірдім. Осы барлығын қосқанда 13 жыл. 13 жылдың ішінде мен көптеген мемлекеттерге барып үлгердім, көптеген жарыстарға қатысып үлгердім. Бізге енді осы Қазақ ұлттық университетінің басшылығы бізге берген мүмкіншілігі өте көп. Әсіресе сол Айман Қожабек қызы Мұсақатжаева бастамасында сол ректор ғой біздің. Сол кісінің енді көптеген проектілеріне қатыстық. Мысалы, адамдар армандап жүрген концерт хаус деген бар Берлиндағы. Сол жерде әрбір енді мен деген музыканттардың сол арманы ғой сол жерде өнер көрсету. Біз мысалы соған бардық. Англиядағы Royal Festival Холлда концерт бердік, мысалы, барлығы оркестрмен бірге. Және біздің осындай мүмкіншілік менің ойымша енді көптеген университеттерде бар деп айта алмаймын. Ол өте сирек кездеседі, осындай жастарды кішкене шетелге көруге мүмкіндік беріп, және де өнер көрсетуіне деген бір қолдау. Осы енді ол үшін енді барлық менің жан-жағымдағы жүрген жаңа проектіге қатысқан студенттер мен қазір енді бәрі жұмыс істейді. Сол үлкен музыканттардың барлығы сол үлкен алғысын білдіреді. Осы біздің Қазақ ұлттық университетінің басшылығына, осы проектлеріне бізге мүмкіндік бергеніне. Алғашқы Шанхай консерваториясы деген естуім, біріншіден мен осы Астанада жүрген кезде бізге Шанхай консерваториясынан профессор келді. Профессор келгеннен кейін мен олардың деңгейінің мықты екенін байқадым. Сол кезде мен бір ой пайда бола бастады. Шанхайға да барсам болады екен. Оның тағы да бір түрткі болғаны менің осы Астанадағы Сәуле Кабылкариевна мұғалім. Ол Шанхайға неге бармайсың деп айтып қалды. Сол кезде әкемнің де көңілінен өтті, анамның да көңілінен өтті. Менде де сол жаққа барып оқуға бір ой пайда бола бастады. Содан бастап сол документімді тапсырдым, грантты алдым. Қытай мемлекеттік гранты дейді. Сол грант алғаннан кейін сол 1 жыл қытайша оқыдым Пекинде. Пекинде 1 жыл бітіргеннен кейін сол HSK 5-ті бітірдім. Қазір сол қытайшамды да 1 жылдың арқасында жақсы үйреніп алдым. Күнделікті тұрмыста сабақ оқуға барлығына жеткілікті. Сөйтіп соны экзамен тапсырғаннан кейін мені жаңағы консерваторияға бакалавр деңгейіне алды. Сол 4 жыл оқып бітіріп, былтыр енді сол карантиннің салдарынан мен онлайн бітірдім. Бірақ сонда да алған менің тәжірибем, ол жерден алған білімім өте бір бағалы деп есептеймін. Бұл енді Құдайдың маған берген бағы шығар. Осындай бір
мүмкіндікті алдыма әкеп бергені, одан кейін қаншама сол жақсы адамдармен кездестіргені, ол жердегі профессорымда да өте мықты. Қытай бойынша енді ең жоғары деңгейдегі музыканттардың бірі. Ол көп жерлерге шақырады, өзі де андай жеке концерттер береді. Оқушылары өте мықты, сондай тәжірибесі де мол. Басты ерекшелігі бұның тембрі адамның даусына өте жақын. Одан мысалы біз адам болғанда біз әдеттегі жағдайда тыңдайтын музыкамыз адамның даусымен айтқан музыка тыңдаймыз, дұрыс па? Енді ал адамның сол тембріне ең жақын инструмент осы виолончель. Енді егер біле білсеңіз, опера әншілері барлығы айтып жатады, ән айтқанда виолончель сияқты айту керек деп. Ал біз мысалы үйренген кезде виолончель ойнағанда опера әншілер сияқты айту керек деген сияқты, ойнау керек деп бізге үйретеді. Сондықтан бұдан не білуге болады? Сол біздің виолончельдің енді адам даусына өте жақын, және де түрлі сезімдерді жеткізе алатын сондай бір мүмкіндігі бар. Тағы бір ерекшелігі бұның енді диапазонында. Бұл диапазоны өте кең. Бұл мысалы астыңғы до, бұл астыңғы до нотасынан үстіге қарай 5, 6, 7, 8 октаваға дейін кете береді. Ол егер үстіне енді шексіз деп айтуға да болады. Сондықтан диапазоны өте кең. Біз енді егер де естіген болсаңыз, мысалы виолончель ансамблі деген болады. Бірақ көбінесе қазір байқасаңыз виолончельдің ансамблі халық өте сондай жақсы көріп тыңдайды. Бүкіл дүниежүзіне әйгілі Берлин филармониясының оркестрі бар, соның виолончелистері өздерінің ансамблі бар. Олар енді дүниежүзін аралаған өте мықты. Оларға сол жаңағы сияқты скрипка, басқа да аспаптар керек емес, тек қана виолончельмен сол бір оркестр сияқты ойнап бере алады. Соңғы кезде дайындалып жүргеннің Брамс сонатасы бар. Одан кейін Бах, жаңағы айтып өткен, тағы Гайден, жаңа айттым ғой, классицизм деп, осылай. Қазір міне қарап отырсам, 3 кезеңдегі музыканттардың шығармасын ойнап жүр екенмін. Енді ол біз бір программамен қатып қалмаймыз, ары қарай өсе беру керек, көптеген жаңадан шығармаларды ойнай беру керек, сөйтіп репертуарды жаңарта беру керек та әрқашанда. Шынын айту керек, бұл оңай бетіп шыға салатын бір нәрсе емес. Енді сахнаға шығып жүрген адамдар түсінетін шығар. Бір жағынан стресс те бар, бір жағынан қобалжу да бар, бір жағынан андай уайым да болады. Енді түрлі сезімдер бар. Бірақ әрине соларды сондай қорқыныш үрейлерді жеңіп, сол сахнаға шығып өз өнерін көрсету деген енді оңай нәрсе емес. Бірақ та соны біз орындап жүрміз, әрқашанда орындаймыз да, себебі сахнадағы осы көрерменнің қошеметі деген ол сөзбен жеткізетін нәрсе емес, өте бір ләззат алатын шақ. Енді осы бір әңгіме айтып берейін, өз басымнан өткен бір оқиғаны. Сол 2020 жылы қаңтар айында, осы ковид басталмай тұрып, мен фестивальға қатыстым. Сол оның бас жетекшісі Йо-Йо-Ма деген өте әлемге әйгілі виолончелист. Мен үшін ол енді осы қазіргі таңда мен үшін ең мықты виолончелист болып саналады. Тек қана оның жақсы ойнайтын емес, осы беретін ол әр ойнаған ойынында бір түрлі бір мән жатқан сияқты болып тұрады. Сол фестивальда бізде нақ үлкен концерттерден басқа, бізде кештерде андай еркін түрде бір кішігірім концерттер болып тұрды. Біз тамақ ішеміз, фуршет,
бірақ адам ойнағысы келетіндер барып шығып сахнаға шығып ойнай береді. Ол енді кішігірім залда сондай. Сол залда мен Шостаковичтің прелюдия деген шығармасын ойнадым. Екі скрипка арналған, бірақ мен тағы бір сол жердегі бір қызбен, венгриялық, екеуміз бірге орындадық. Сол жерден енді шынымен мен бар сезіммен ойнап, сол қатты сөйтіп сезіммен беріліп ойнадым. Одан кейін тағы бір айта кетерлік жайт, сол ойнап бола салып мен домбырамен өнер көрсеттім. Себебі менің өзімнің ойым бойынша біз бір ұлт өзінің дәстүрімен, жаңағы мәдениетімен ерекшеленеді. Мен солай оларға домбыраны таныстырғым келді енді. Сол күн, мысалы, сол неден кейін маған Йойоманың өзі жеке келіп құттықтады. Керемет екен мынау ойының, өте әдемі екен. Сен жақсы виолончелист екенсің. Сен одан тағы мына домбыраңды ешқашан тастама деп маған сондай айтып кетті. Одан болғаннан кейін маған Шанхай симфония бар ғой. Шанхай симфониялық оркестрінің бас дирижері келіп қолымды алып мені өзінің оркестріне шақырды. Ол кезде мен енді бакалаврдамын, соны айттым, бұйырса кейін барармын деп қойдым. Одан сол Гуанчжоу деген қалада болған фестиваль. Сол Гуанчжоу деген қалада сол қаланың оркестрінде де, жетекшісі де келіп маған бас дирижері келіп, біздің оркестрге кел деп сөйтіп айтып жатты. Енді солардың бұл деген сол жаңа айтып өткендей сахнадан көрерменнің қошеметі ретінде мен қабылдаймын да, өте бір ерекше ләззат аламын. Одан тағы ол да бір мотивация береді алға қарай жылжудың. Өзім Пекиннен келгем, әкесі Төлеуқанұлы Толқын, екеуміз сол 2000 жылы Астанаға бір басын бұрып дейміз, ат басын бұрып келіп, осылай Евразия ұлттық университеті әкесі Қытай тіл сабақ берді бір жылдай. Мен сол ағылшын тілі сабақ беріп істеп келе жатырмыз. Енді папасы осы алдағы қаңтар айында 3 жыл болады. Осы аяқ астынан жүректен қайтыс болған. Біз сол 2000 жыл аяғында келгеміз. Сол қараша айы кездіге таяп келдік. Соғалып сол Астанада тұрып қалдық. Бір жылдан кейін Талғарды алып келдік. Әжесінің қасына қоя тұрғанбыз бір жылдан. Сонымен бастап бірінші класстан осы Қазақстанда оқыды Талғар. Сонымен өзі музыкаға қызықты, әнге қызықты, сонымен музыка мамандығына ары қарай алып кетті, сонымен өзі оқып. Сөйтіп сонымен өзіміз әкесі де енді музыкаға өте қызығатын. Өзі домбыра тартып, ән айтып, сонда енді дауысы бір операның дауысы бар енді, бірақ оқымаған ғой енді. Қазақи былай дастарханда, ағайын достарының ортасында дастарханды жүргізіп, ән айтып, солай енді дырдуман болып сөйтіп отыратын отбасы болатынбыз. Енді сол өзімнің де бауырларым бар, олар да музыканы өте жақсы көреді. Жеңіс дейтін бір бауырым бар, гитараны ойнайтын университетте сонымен дарығанда шығар енді өзі. Және де мына әкесінің бауырлары да әнді өте керемет жақсы айтады. Сонымен Талғарда да музыкаға міне әлімге дейін сол виолончель мамандығын алып келе жатыр. Қазақстанға осы Астанаға келгеніме өте қуаныштымын, өте ризамын мен. Өйткені біз Пекинде тұратын болсақ, бір отбасында бір ғана бала деп біз Талғарды ғана қызыл бір кінашқа беріп тастаған, бізге өмір бақи бір бала аласыңдар деп. Сонымен солай жүріп қалғанбыз. Енді Қазақстанға келгеннен кейін міне Айнар қызымыз осы дүниеге келді. Сол үшін әкесі айтып жататын, ой, біздің байлығымызды осы міне Қазақстанға келгенде өкінбейміз деп. Қиыншылық болды енді. Кішкене тіл жақтан қиналған болдық. Енді өте де қиналып кеттік деп айтпаймыз. Өйткені енді мен жұмысым ағылшын тіл болғаннан кейін мен өзі өте бір қиналып та кеткем жоқ. Қазақ тілмен, ағылшын тілмен жүре бердік. Бірақ енді қандай дегенмен қазақ елі ғой. Өте жақсы қарсы алды. 2000 жылы келдік қой, біз өз папасы Қазақ радиосы дейді, орталық Қазақ радиосында қазақ бөлімінде басқарып сол жерде істеді бірнеше жыл. Көп жыл істеді сол жерде істеді. Мен өзім ұлттық университеті дейді, Минскта ашедік қояды Қытайша. Соны шет тілдер кафедрасында Қытайларға ағылшын тілін сабақ беріп, шетелдіктер келеді, оларға ағылшын тілі мен Қытай тілін сабақ беріп, солай
не қылып өтіп жүрдім. Сол жерде де университет істедім. Солай енді о жерде де жағдай жаман болған жоқ. Енді өз басымыз ойласақ, қызметіміз бар, Пекинде үйімізде болды. Жағдайымыз енді жаман емес. Бірақ енді кішкене қазақ деген бір ой келді. Қазақпыз ғой деп, үйде қазақша сөйлеп жүретіміз, Талғарға айтатымыз. Үйге кіргенде, мынау қазақтың шаңырағы, қазақша сөйлейік деп. Сонда өзің сияқты бір жастар келіп жататын, университет оқып жатқан. Содар кейде енді былай қытайша сөйлеп қалады ғой. Сонда Талғар айтатын, шаңырақ қазақша сөйлеңіз деп. Сонымен біз қиналғанымыз жоқ, келгенде де қазақша алып кетті. Былай үйде сөйлеп жүргеннің арқасы. Әйтпесе Талғарды дүйсенбі берсек, жұма күні кеште бірақ алатымыз, балабақшаға, солай бірақ беретін. Ол қазағы жоқ балабақша, бірақ сөйлейтін. Сонда енді келген кеште сөйлеп тұратымыз ғой, енді сенбі жексенбі сөйтіп. Қазақшаны бұтқызбадық енді өзіміз, үйде сөйлеп солай. Енді о жерде де не десек бола, экономикасы дамыған Қытайдың, шарт жағдайда жаман емес. Қайта біз Астанаға келген кезде біраз таңғалдық. Жердің бәрі жаңбыр жауса езіліп батпақ, ойбай, мынауын қайтеміз деп. Көшеде көп шырақ болмады о кезде. Қараңғылау кешке қарай қорқатымыз. Қазір қандай керемет, дамып еді деген, бәр жер деген тоқ жарқырап тұрған, жолымызда керемет кең, өте жақсы, өте үлкен даму бар Астанада. Тілден қиналдық, сөйлесу бәрінде. Енді бір мысал айтқым келеді, әжесі өзі, папасының мамасы, ол кісі келіп біздің көне үйде тұрған кезде. Мен айтам, зерік қаласыз, аулада апайлар бар, қазақ апайлар, сол кісілермен сөйлесіңіз дейді. Түк түсінгем жоқ деп келеді. Соның бір күні барып, сіздер қазақша сөйлеп жассыздар ма десем, ол кісілер сол қазақша сөйледім дейді. Бірақ, конечно, потому что деген сөздерді қосады ғой енді. Ана кісі сол түсінбей қалады о сөздерді. Олар ойлайды, қазақша сөйлеп тұрмын деп. Сол сияқты алдында солай түсінбей қалған жағымыз болды. Соны қазақша айтыңыз десе, ана кісі ренжиді. Қазақша сөйлеп тұрмын ғой деп. Сол кейін айттым, потому что дегенде орысша сөз. Любой деп қоса береді ғой ішінде. Қазақ тілі деп ойлайды. Оған әжеміз түсінбей қалады. Ой, оны кез келген дейді. Ананы әрине деп айтады деп кейін үйретеміз. Сол сияқты сондай жағдай болды. Біраз тілмен қиналып, қазақтардың өздерді айтады. Біз енді қазақ болып жатырмыз. Деп Астана біз келген кезде сол 13% деді ма, 12% ғана қазақ бар деп солай деді ғой, егеменді қалған кезде. Қазір отбасымызда 5 адамбыз. Осы жақында ғана ұлды болдым. Мен, сол мамам, жұбайым бар, сосын қарындасым. Енді сол ұлым жақында ұлды болдым дедім, сол қазір соны бағып өсіп келе жатыр, Құдайға шүкір, жақсы. Алға қойған бір-екі мақсаттарым бар. Оның бірі, мен өзім Шанхайда білім алып келгендіктен, сол білімді осы Қазақстандағы балаларға бөліскім келеді. Енді бір жағынан оны орындау үшін маған менің тағы да сол екінші мақсатым, жаңағы тек қана Астана мен Алматы сияқты үлкен қалалардағы балалар емес, басқа ауыл аймақтағы балаларда да жаңағы білімге деген мүмкіндігі, білімге қол жеткізу мүмкіндігі жақын болса екен деймін. Мысалы, басқаша айтқанда бір қалаларға, аймақтарды аралап, сол балаларға мысалы музыка оқығым келеді дейтін балалар болса, соларға кішігірім кастинг өткізіп, болмаса тума талант болса, соны алып келіп, сол мысалы кейін Астанада оқытсам деген ойым бар. Кейін болашақта. Енді мен енді әлі оқып жатырмын, магистратурада оқып жатырмын Шанхай консерваториясында. Енді осы бітіргеннен кейін біраз тәжірибе жинап қайтып келсем, сол кезде енді сол осы ойымды іске асырамын деген ойдамын. Теңсіздікті көрген сияқты болдым да. Енді мысалы Астанада шыны керек, бізде музыка академиясында оқыдым өзім. Қаншама бала оқып жатып, өзі оқығысы келмейді, тек әке-шешесінің бір қалауы бойынша оқиды да көбісі. Ондай баладан енді біраз уақыт өткеннен кейін, ол өз қалауын түсінгеннен кейін, ол бәрібір де ол жолға түспейді. Сондықтан шынымен де өзінің ынтасы бар бала болса, ол сол жолмен соңына дейін барады. Және де музыка деген нәрсе, ол сол кішігірім 5-6 жас, 7 жас кезде бастап үйренсе ең дұрыс қой. Ал сол кішкентай кезден сол жаңағы ынтасы бар балаларды тәрбиелесек,
кейін мықты музыканттар сол кезден бастап шығады да. Ал егер де бір баланың өз қалауымен болмаса, баланың өзінің бір өзінің тума таланты болмаса, өзінің бір бейімі болмаса, оны күштеп былай тәрбиелеу шынымен де қиын. Оның үстінде оның жетістігі де аса мықты болмайды деп ойлаймын. Мысалы, дәл қазірдің өзінде менде мысалы Қытайда оқушыларым бар, видеомен сабақ алатын. Олар мені іздейді, былай хабарласып тұрады. Мен сол Шанхайда жүрген кезде менде бір ой болған. Мен Шанхайда жүрген кезде мен балаларды да оқытатынмын. Бірақ мен сол кезде тағы бір ойым, мен неге өзіміздің Қарадомалақ қазақтың балаларын неге үйретпеске деп ойлайтынмын. Менің ойымша кез келген мемлекет, мықты алпауыт мемлекеттердің барлығы мықты адамдардың өзін құрбан етуінің арқылы осылай мықты мемлекет болып отыр. Сондықтан біз сияқты жастар, мамандар өзіміздің елімізге қалай да болса еңбегімізді сіңірейік деген оймен жүрсе, сол дұрыс болады деп ойлаймын. Себебі шетелде әрине өмір жақсы, барлығы жақсы. Олар шетелден тәжірибе алуға болады, ол жерден білім алуға болады, ол жердің жақсы әдеттерін, салт-дәстүрін былай өзімізге ыңғайластырып, керегін алып, керек емесін тастап, солай жүруге болады. Бірақ енді олардың өздерінің талдауы сондай шығар, енді жалғастырсын. Бірақ менің өзім сол жаңағы айтып өткенімдей, кез келген мықты мемлекет болу үшін сол құрбандық керек сондай. Мысалы, мүмкін Қазақстанда адамдардың жалақысы көп болмаса да, кейін мүмкін көп болар. Соған мен үміттенемін. Оның үстінде қазір қарап отырсаңыз, мысалы 10 жыл, 15 жылдың алдында Қазақстан мен қазіргі Қазақстан екеуі енді жер мен көктей деп айта аламын. Себебі мен мына жан-жағымыздағы керемет зәулім үйлер, олда да осы жақын айналасы сол 15-20 жылдың ішінде соғылған үйлер. Қарап отырсаңыз, енді даму деген өте қарқынды дамуда Қазақстан. Мен болашақта одан әрі дамимыз деп ойдамын. Осындай ойдағы елімді дамытам, елімді білімін асырам, өз білімімді өз жастармен бөлісем деген адамдар көп болса, даму да тез болады деп ойлаймын.